Сәлем достар, бүгінгі шығарылымда сіздермен қызықты мәліметпен бөліскім келіп отыр. Қазақтармен туысқандық байланысы бар еуропалық ел, ол венгриялықтар. Венгрияда қыпшақтардың 12-13 ғасырларда Еуропаға көшіп кеткен ұрпақтары тұрады. Нақтырақ айтатын болсақ, Будапешттен 200 шақырым жердегі Карцак қаласында. Бұл елде сақталып қалған тарихи үлкен және кіші қыпшақтық екі облыс бар. Венгриялық ауылдар, қалалар және кейбір сөздері қазақшаға ұқсайды екен. Мысалға, Карцак қаласы қазақша қарсақ, иттер тұқымдас түлкі жануары. Немесе алма, керек, кіші, кешігу, балта сөздері кездеседі. Ал Қазақстандағы Қостанай облысындағы Торғайда қазақ мадиярлары тұрады. Мадияр венгриялықтардың екінші есімі. Батыс Еуропада қыпшақтарды оларға дейін тұрған ғұндармен шатастырған. Сондықтан оларды ғұндар деп, ал мемлекетті Хунгария деп атаған. Яғни ғұндар мемлекеті. Олардың жауынгерлік айла тәсілдері де ұқсас болған. Ғұндардың көсемі Атиланың астанасы қазіргі Венгрияның орнында болған. Бұл жерде 150 мыңға дейін адам жиналатын құрылтайлар өткізіледі. Қатысушылар садақ атудан, атқа мінуден жарысып, киіз үйлерде тұрады екен. Мұнда киізден жасалған кәдесыйларға дейін сатылады екен. Егер шығарылым ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.